Сон Паскаль қазақ тілінде ән салып халықтың көзайымына айналған жігіт. Оның Қазақстанға келуіне сүйікті қызы себепкер болған деседі. Ғашық жігіт махаббаты үшін мұхит асып қазақ жерінде қалып қояды. Оны бүгінгі таңда отандық әртістерден ешкім бөліп жармайды. Марселен есімді қара нәсілді жігіттің қазақшасы біраз қазақтан жақсы десек те болады. Ұлттық оюлы шапанды киіп тұрғанын көрсеңіз, қазақтан еш айыра алмауыңыз мүмкін. Тіпті тіл білгеннің арқасында қазақтың тойында дүркіретіп жүргізіп жүрген пысық жігіт. Тәжікстандық Парвиз Назаров тек өз елін ғана емес, Қазақстанды да әдемі әндермен қуантып келеді. 2000 жылдың басында талай хиттің авторы болған тәжік жігіті бүгінде сахнадан көрінбей кеткенмен әлі халық есінде. Сондықтан біздің де тізімнен ойып өз орын алды. Әлішер Каримовты өзге ұлт өкілі десе ренжитіндер де, бұған аса сенбейтіндер де көп. Қазақтың әнін нақышына келтіріп орындайтын, халықтың сүйіктісіне айналған өнер иесі бауырлас өзбек ұлтынан. Ол тек хит әндер ғана шығарып қоймай, Қазақстанның намысын түрлі халықаралық жобаларды қорғап жүрген дарынды жерлесіміз. Дильназ Ахмадиеваның ұлтына қатысты дау туа қоймасы анық. Ұйғыр ұлтының өкілі дегенімізбен жаны қазақ арудың отандық эстрадаға сіңірген еңбегі орасан зор. Қазақы тәрбие беруге тырысқан әкесінің еңбегі еш кетпей, отбасындағы екі баланың қазақ өнерін өрге сүйреуге атсалысқаны сөзсіз шындық.